Армысыздар, Иліп және Петров есімді соавторлар өздерінің «Алтын бұзау» романында жаяу жүргіншілерді сүйіндір, өйткені олар мына сіз тұрып жатқан қала көшелерін, тіпті үйді, сондай-ақ сіз мініп жүрген автокөлікті жасап шығарған деп жазады. Бүгін Воксбол дебаты жаяу жүргіншілерге арналады. Осы тақырыпқа орай біз Алматы қаласындағы жаяу жүргіншілерге арналған жолдардың жаңғыртылуы сіздің көңіліңізден шыға ма деген сауал тастап отырмыз. Таныс болыңыздар, студиямызда Алматы қаласы Бостандық ауданы сәулет және құрылыс бөлімінің басшысы, өзінің маманы Еркебұлан Сембаев мырза келіп отыр. Қош келдіңіз. Сондай-ақ жеке кәсіпкер Алматы қаласының тұрғыны Бердімұрат Қасенұлы да бізбен бірге. Қош келдіңіз. Енді өздеріңізге белгілі, соңғы уақытта Алматы қаласы дат урбанисі Янгейлдің жобасы бойынша дамып жатыр, жаңғыртылып жатыр. Осыған орай айтыңызшы, мынау жаяу жүргіншілер жолдары қанша уақытқа дейін әрі дамуын, жаңғыртылуы жалғасатын болады? Жалпы енді өздеріңізге белгілі, дат архитектор Янгейлдің жобасына сүйене отырып, Алматы қаласының сәулет құрылыс басқармасы жаяу жүргіншілерге арналған жолдан бастап ғимараттың қасбеттеріне дейінгі аралықта жалпы қайта жаңғырту жұмыстарын бастап кетті. Өздеріңізді білесіздер, осыдан биылғы жылы біраз көшелер жасалды. Абылайхан даңғылы, Абай даңғылы, Достық даңғылы деген көшелер жасалды. 2020 жылға дейін осы жұмыстарды қаланың орталық жағында атқарылатын болады. Биылғы жылы қазіргі 7 көшені анықтадық. Соның ішінде келесі жылы 2019 жылдың екінші орамынан бастап, екінші кварталынан бастап құрылыс жұмыстары басталады. Қазіргі уақытта сәулет жоспарлау жұмыстары, эскиздік жобалар бәрі дайындалып, мемлекеттік сараптамада жатыр. Әлі сараптамадан өте қойған жоқ, бірақ өтеді деген ойдамыз. Жылдың аяғына дейін, осы жылдың аяғына дейін өткізіп, келесі жылда құрылыс басталады. 2019 жылы 3 көше болады, жасалынады. Ол жібек жолы жасалынған, сол Абылайхан даңғылынан 500 метр қашықтықта Сейфуллин даңғылына дейін созылады. Сосын екінші көше Байсейітов көшесі, Байсейітов көшесі Қабанбай көшесінен Төле би көшесіне дейін басталады. Үшінші Достық көшесі Құрманғазыға дейін жасалынған болатын. Құрманғазы көшесінен Төле би көшесіне дейін қайта жаңғырту жұмыстары болады. Нақтылай кетейік, жібек жолы көшесі, яғни Сейфуллинге дейін, Сейфуллин даңғылына дейін жаяу жүргіншілерге арналады демек, иә? Жаяу жүргіншілер. Көліктер жүргізілмейтін болады, сол аралықта. Енді жалпы ол жерде көлік жүретін бір жолақ болады. Сейфуллин даңғылына дейін. Ол ұсыныстар жалпы тұрғындар тарапынан болған. Бір жолақты жолды ұйымдастыру, жобада қарастыру, ол мәселесі қарастырдық. Қазіргі таңда ол жобада бар. Тұрғындармен келісілген жібек жолы, өздеріңіз білесіздер, Наурызбай көшесі мен жібек жолы көшесінің қиылысында бес қабатты тұрғын үйлер орналасқан. Солардың өтініштеріне сәйкес өздеріне баратын жолдарды сол Абылайхан даңғылынан бастап бір жолақ. Күрделі, яғни жөндеу жұмыстары келесі жазда да күн жылына бастап өз жұмысын басталады. Мамыр айынан бастап жылдың 2019 аяғына дейін біту керек. Сонымен тоқтайды ғой жаяу жүргіншілер арналған, тек орталықты ғана қамтып? Жоқ, одан да басқа жұмыстар болады. Басқа көшелерде де ары қарай жобалау жұмыстары болады. Тағы да одан ары қарай созылады деген ойдамыз. Бердімұрат мырза, енді сізге сауал. Жалпы Янгейлдің қала жаяу жүргіншілерге арналу керек деген идеясы жалпы сізге қайсы ұнамайды, немесе осыған қатысты жаңағы Еркебұлан мырзаның сөзіне қатысты қандай уәж айтасыз? Армысыздар. Енді жалпы сөз басын Янгейлдің идеясынан бастағым келеді. Янгейлдің идеясы деген не? Янгейлдің идеясы деген ол қала жаяу жүргіншілер үшін, жолдар жаяу жүргіншілер үшін деген сөз. Мен келсем, егер бұл идея, бұл дүние кішігірім бір қалада, машинасы аз,
адамы аз, соған ықшамдалған қалада жасалынатын болса. Мен келсем, егер бұл идея жүзеге асырылатын болса, белгілі бір тұрғыдан жергілікті колоритті ескере отырып жүзеге асыратын болса. Енді жергілікті колорит деген уақытта мен нені дәл бүгінгі тарапта айтқым келіп отыр. Ол біздің халықтың немесе жаяу жүргіншілердің болсын, жүргізушілердің болсын құқықтық нигилизмі. Белгілі тараптан бұл да бір үлкен проблема. Дәл қазіргі уақытта осы Янгейл несінің идеясы арқылы Тимирязева көшесінде БРТ жасалынып отыр. Өзімізге белгілі. Тимирязева көшесінің бойындағы ең үлкен кептеліс дәл сол университеттің алдына келгенде басталады. Неліктен? Себебі жаяу жүргіншілер ол жерде тоқтамай өте береді. Бұл тараптан менде үлкен сұрақ туындайды. Жер асты өткел болған уақытта Тимирязевада ешқандай жарайды, БРТ жасасын, бірақ ол жерде тым болмағанда нархоз университетінің алдындағы сияқты арнайы жаяу жүргіншілерге арналған бағдаршам орнатса. Яғни белгілі тарапта адамдар жиналып өтетін болса, бұл әлде қайда кептелісті азайтатын еді. Келесі нүктені ескергім келеді. Янгейл бағдарламасына, Янгейлдің идеясына қарама-қарсы тікелей идея бар. Архитектурада ол көшпенді қала деген идея ағай. Көшпенді қала идеясы немесе көшпенді қала теориясы мынада жатыр. Халық қаланың ішінде жұмысқа бару үшін ұзақ жер жүріп өтеді және қаланың 1/3 бөлігі сырттан келетін жұмысшыларды құрайтын болатындығында. Бұл архитектурада көшпенді қала деген дүние. Және осы көшпенді қала ретінде өзін базировать ететін қалалар Янгейл идеясы ешқалай өте алмайды. Неге білесіздер ме? Себебі бізде адамдар қоғамдық көлікпен болсын, өз көлігімен болсын, бір тараптан екінші А және Б нүктесіне баратын адамдардың саны өте көп. Бізде есіктің алдынан шығып, жолдың арғы бетіне өтіп, бизнес-центрге жұмысына жаяу бара салатын адамдар аз. Бізде күндіз шығып алып, мен бір демалайыншы, қаланы көрейінші деп Арбатқа барып жүретін адамдар аз. Арбатта жүретіндердің барлығы студенттер. Бірақ жұмысшы қауым, негізгі Алматының эшелон қауымы, дәл сол нәрсені жасау өте некен саяқ ретінде айтқым келеді. Және осы бір спецификалық сұрақ, осы спецификалық нүкте бүгінгі тарапта Алматыда есептелмеген. Келесі бір нүктені айтқым келеді. Янгейлдің бағдарламасымен Байтұрсынов көшелеріне, Құрманғазы көшелеріне бір тарап жасалған көптеген көшелерге біз веложолақтар қостық. Енді менде үлкен сұрақ туындайды. Алматыда немесе түріктер былай дейді, вело мәдениет деген сөз бар. Вело мәдениет Алматыда қаншалықты қалыптасқан? Халықтың арасында қаншама халық веложолақты қолданады, немесе қанша халық велосипедпен жүргісі келеді? Біз бірінші халықты велосипедке отырғызуымыз керек. Сосын сол жолдарды жасауымыз керек. Біз жол жасап алып халықты велосипедке отыр деп жатырмыз. Бірақ қазір әлеуметтік желілер бетінен көрсеңіз де, басқа желілер бетінен көрсеңіз де, тіпті халық оны әзілге айналдырып алды. Көлік жүргізушілер мен вело жүргіншілердің арасындағы қақтығыс, соғыс деп. Енді бұл жерде тағы үшінші нүкте туындайды. Менің өзім мамандығым тарапынан, заң мамандығына келетін болсақ, вело жүргіншілердің әкімшілік құқықтық кодекс бойынша жүріп тұру ережесі немесе олардың жүріс-тұрыс ережесі толықтай қамтылмаған дәл қазіргі уақытта. Белгілі бір тараптан. Бұл қарапайым мысал. Біз тіпті заңдық тұрғыдан сол нәрсені реттей алмай тұрып, біз вело мәдениет қалыптастырғымыз келеді. Менде тағы да үлкен сұрақтар туындап жатқандығында. Енді осы сөзбен аяқтайын сөзді қазір. Енді келесі сауал, жаңағы Бекмұрат мырза айтты, көп жер өткелдері астымен өтпейміз, көбінесе жаңа бағдаршаммен өтеміз деген сияқты, немесе сол маңға жаяу жүргіншілерге арналған жолақтар жасалып жатыр, олар неліктен жасалынды деген. Бұл енді жер өткелдердің бәрі бұрыннан қалыптасқан жер өткелдері ғой, оның бәрі бұрыннан қалыптасқан, бұрыннан бар. Олардың бәрі қайта жаңғырту жұмыстары жасалмаса, ол ішіне кіру деген, адамдар өту деген, өздеріңіз білесіздер, өте қолайсыз болады. Қазіргі жағдайда кірсеңіз, бұрынғы кезде ішінде дүкен, дүңгіршектер болды, сауда-саттық болды. Қазіргі кезде оның өзінде де ішінде әжетханасы да болмаған. Қазіргі кезде ішінде жарықтандыру мәселесі, ішінде көріктендіру, қазір жарнамалауға болады. Сол өткел сәулеттік көзқараспен қарайтын болсаңыз, жобаланғанда, адам келатқанда кедергі пайдаланбайтын кеңістіктер пайда болды. Бұрын сол кеңістіктерді біз осы уақытқа дейін пайдаланбаппыз. Мынау фасад мәселесіне ғимараттардың, тұрғын үй, жаңағы кафе, қонақ үй, солардың барлығын бір ізділендіру мәселесі көтеріліп отыр екен, яғни жаңағыдай дизайн код жасау. Осыған қатысты не айта аласыз, және қандай ғимараттар алдағы уақытта осындай бір іздендіріледі? Дизайн код деген, егер бұлай түсініктеме тілде айтатын болсақ,
құрылыс нормаларының жиынтықтарынан құрастырылған бір ереже. Ол ережеде қандай бір ғимараттың қасбеті қандай болу керек, кіреберіс жерлер, топтардың қандай болу керек, оның бояулары, оның салынатын тастары, ол құрылыс материалдары қандай болдайды. Және осы пайда болғаннан кейін осы дизайн кодты ойлап таптық. Бірақ дизайн код қайдан пайда болды? Дизайн код осы жаңғырту жұмысы барысында қасбеттерді жөндеу кезінде өте көптеген сұрақтар пайда болды. Сол сұрақтарды шешу мәселесінде дизайн кодты ойлап таптық. Дизайн код не үшін керек? Неге керек? Не пайдасы бар деген сұраққа мысал ретінде айтайық, бір ғимаратты астынан кәсіпкер, жеке кәсіпкер болсын, жеке тұлға, заңды тұлға болса да сатып алғысы келсе, біздің сайтымызға кіреді, дизайн код қарап, сол дизайн кодты мысалы Абылай хан даңғылы 68-ші үй деп айтайық. 68-ші үйдің кіріп жаңағы көретін болса, ол жерде қай жылы салынғаны, оның конструкциялық шешімдері, неден жасалғандығы, оның қасбеті қандай болатындығы, бірінші қабатта қанша нысан тұрғандығы, ол нысанды болашақта қалай пайдаланатындығы, ол пайдаланған кезде оған қандай материалдар кететіндігін бәрі жеке кәсіпкер өзінің бизнес жоспарларына сәйкестендіре отырып пайдаланса өте жақсы. Жақсы. Енді осы дизайн кодқа байланысты сізде қандай пікірлер бар, ұсыныстар бар, Бекмұрат мырза? Әрлеу жұмыстарына байланысты шетелде көп болмады, бірақ көп болған мемлекеттердің біреуі Түркия мемлекеті. Түркия мемлекетінде Самсун деген қала бар. Самсун қаласында белгілі тарапта ерекше қалалар бірі болып саналады. Ол сәулет өнеріне байланысты ерекшеленген. Себебі ол жерде бір ізділік демей қойайын, бірақ белгілі бір ортақ құрылыстық нормалар сақталынып, және сол арқылы жаңағы үйлердің қасбеті дейміз ғой. Солардың барлығы дерлік жасалынады, бірақ бір нюанспен біздегіден гөрі бір айырмашылығы бар. Ол әрбір түркше айтқанда махалле дейді, біздіңше айтқанда ол шағын аудан. Кішігірім шағын аудан болатын болса, мысалы Ақсай бір шағын ауданы болатын болса, Ақсай бір шағын ауданының дизайнын, үйдің сырттың әлкетін бізде КСК-лар жасайды, мысалы сол жасау ремонттарды, қайта әрлеу жұмыстарын жасаған уақытта ол дизайнның түрін халық бірігіп дауыс беру арқылы шешетіндігінде. Бекмұрат өте дұрыс сұрақ көтеріп отыр. Ол дизайн код дегеніміз, дизайн кодта ол қатып қалған қағида емес. Оған ұсыныстар мен өзгерістер, толықтырулар енгізуге болады. Ол тұрғындардың тарапынан болсын да, басқа жеке кәсіпкерлердің тарапынан болсын да, өздерінің ойлары болса, бізге арыздарын түсірсе, сайтқа жазса да, ұсыныстарды қараймыз. Сырттан шетелде мен өз басыма қонақтарым өте көп келеді. Алматыға көп келген уақытта әуе алаңынан күтіп алып, мен орталыққа келгенше, әсіресе саяхат жақтан өтіп, Ташкент Райымбек көшесінің даңғылының бойымен келе жатқан уақытта, бірінші олардың маған айтатыны, Совет үкіметінен қалған бір қалаға кеп қалғандай болдым дейді. Өте сұры, сұсты қала дейді. Кейін қаланың жоғары жағына жасыл аудандарға көтерем, Абай даңғылының бойымен жүргізем, немесе Әл-Фараби даңғылының бойын апарған уақытта адамдардың көзқарасы өзгереді. Яғни бұл жерден біз бір нәрсені көре аламыз. Сол сұсты, сұры бейнені қаланың көңілсіз кейпін жоғалтатын бір бұл код болып, егер халық игілігі үшін жүзеге асатын болса, әрине мен тек қуанам, халықтың позициясы ретінде. Сұр бояулар туралы айтып отыр ғой. Ол Совет үкіметінің кезінде мойындаймыз, ол кезде құрылыс материалдарының бәрі мемлекеттік стандарттарға сәйкес жасалынған. Өздеріңіз айтып отырсыз, жаңа адамның көңілін көтеретін бояулар қажет қой. Қазір соны қаланың әкімінің өзінің соңғы Бекмұрат айтқан сияқты жаңағындай тапсырмалары болды. Ол жұмыстар болашақта да басқа аудандарда да қолданамыз. Ол ұсыныстар болса, біз қараймыз. Еркебұлан мырза, енді мынау цифрлық Қазақстан жобасы бойынша, яғни үшді жоспарлау, осыған қатысты қала бойынша қандай жұмыстар атқарылмақ, сол туралы айта кетсеңіз? Жалпы енді өздеріңіз білесіздер, елбасымыз айтқандай, цифрлық форматқа көшіңдер деп
өзінің жолдауында айтқан. Соған байланысты біздің басқарма тарапынан бұрынғы қағаз жүзінде жазылған материалдардың бәрін қазір 3D форматқа көшіріп, қазір Алматы қаласында бас жоспары 3D форматта электронды болып жасады. Ол не пайда береді? Ол қандай жақтарымен халыққа тиімді деген сұрақ пайда болады. Енді ол жерде мысалы сайтқа кіріп, біздің Алматы қаласы басқармасы, сәулет құрылыс басқармасының сайтына кірсеңіздер, ол жерде мысал ретінде айтайық, жалпы бір жеке кәсіпкер болсын, жеке тұлға болсын, бір жерден жер телімін сатып алғысы келсе, сол сайтқа кіріп, 3D картасына кіріп көрсе болады. Ол жерде кадастрлық нөмірімен жазатын болса, ол жерде құрылыс салатынды жанды, функционалды мақсаты, функционалдық аймақ қандай, қызыл сызығы, тектоникалық разлом, тағы да басқа су қорғау аумақтары барлығы көрсетіледі. Сонымен қатар, ол сол ғимарат туралы, сол жер телімі туралы қанша қабатты, ғимарат салуға болатын, қанша қабатты, оның биіктігі қанша болатындығын, осының бәрі сол 3D картадан көре аламыз. Енді жаяу жүргіншілер тақырыбына қайтадан оралайық. Жалпы жаяу жүргіншілер мәдениеті деген де бар. Осы тұста Алматы қаласы тұрғындарының бүгінгі жасалып жатқан жөндеу жұмыстарыңызға қатысты жаяу жүргіншілік мәдениет қалыптасқан бар? Негізінде ереже болады ғой, ережеге сәйкес жаяу жүргіншінің жүретін жолдар жасалынады. Ол жерде қоқыс жәшіктері болу керек. Ол адам мысалы қоқыс жәшіктеріне салмай лақтырып, қоқысты басқа жерге лақтыратын болса, ол адамның мәдениеттілігінің төмендігі. Мәдениеттің өзі неден басталады? Мәдениеттің өзі тәрбиеден басталады, отбасынан басталады. Егер мәдениеттілік адамның өзінің бойында болмаса, оны оқытып, ұрып, үйрету енді оны қиын болады шығар деген ойдамын. Бірақ жалпы біздің Алматы қаласының мәдениеті жоғары шығар. Өйткені 2 миллиондай халық тұрады. 2 миллионның халқының ішінде осы Алматы қаласынан қаншама өзіміздің азаматтарымыз, ағаларымыз шығып жатыр. Оның бәрі сол мәдениеттілікке байланысты. Жақсы. Бекмұрат мырза, сіздің көңіліңіз тола ма жалпы жаяу жүргіншілер мәдениетіне? Сөзді мынадан бастағым келеді. Көрермендер немесе сіздер дұрыс түсінбеңіздер. Мен де ауыл баласымын. Бірақ ауылдан шыққан болса да, қаладан шыққан болса да, жаяу жүргіншілер мәдениеті біздің қалада сақталып өте некен саяқ. Неге десеңіздер, қалада жаяу жүргіншілер өлімі өте көп. Бізде орталық қала Криспи деген мысалы Инстаграм желісінде үлкен бір топ бар. Көріп отырсаңыз, әр күн сайын бір жаяу жүргінші қайтыс болды, қағып кетті, больницаға алып кетті, жүгіріп шықты, қағып кетті. Бұл ненің көрсеткіші? Бұл құқықтық нигилизмнің көрсеткіші. Адамдар тұрған көпірден, жер асты өткелінен өтпейді. Ортада тұрған қоршаудан секіріп, Райымбек болсын, Рысқұлов даңғылдарының бойында болсын, өте көп бұндай жағдайлар. Енді дәл сол адамдардың мен мәдениет өте жоғары деңгейде деп айтамын. Немесе адамдар өзінің өміріне жауапкершілікпен қарамайды, немесе соншалықты мәдениеті төмен жүгіріп өтем деп ойлайды. Өте бір ақымақтық, өте бір надан адамдардың ісі болып отқандығында. Енді осы тұста мен бір-ақ шешімді көрдім бұл жерден. Кезінде естеріңізде болатын болса, ең алғаш мына көшеде, арбатта шемішке шағып отқан азаматтарымызды 24 сағатқа түрмеге жабу деген мәселелер қозғалды. Түкірген үшін адамдарды апарып 24 сағат болсын отырғызып жатты. Бір ажиотаж үлкен қоғамда орын алды. Барлығы сол нәрсені айтып жүрді. Барлығы сол нәрсені талқылап жүрді. Білмеймін, бұл нәрсеге де сондай бір өте радикалды демей қойын, бірақ сондай бір қатал шешім шығару керек. Дәл қазіргі уақытта айыппұл мөлшері, қателеспесем 10 өмір, қайталанған жағдайда 10 айлық есептік көрсеткіш, қайталанған жағдайда 15 айлық есептік көрсеткіш. Және көбіне көп олар ұсталынбайды. Неге? ГАИ май қызметкерлері машинамен жүреді, олар жүгіріп өтеді, қашады. Ондай көп жағдайларды тіпті көзімізбен көріп жүрміз. Бүгінгі уақытта мен жүргізуші ретінде айтарым. Енді осы тұста бұл дүниені егер халық арасында сондай бір ажиотаж ретінде біз жасайтын болсақ, осындай жабылып жатыр, немесе осындай жоғары деңгейде айыппұл салынып жатыр, 50 МРП айыппұл салынды мысалға, білмеймін, 24 сағатқа жауап қойды, сөйтіп кесіп өткен үшін деген жағдай болатын болса, нұр үстіне нұр болатын еді. Бірақ адам жайбарақат кешкісін үйіне жұмыстан қайтып баратады, жылдамдық шегі 60,
60-пен келе жатыр, біреу жүгіріп шықты, қақты. Тоқтау мүмкін емес, бірақ көп жағдайда жүргізуші кінәлі болады адам өліп кеткені үшін. Кейін оған өте ауыр жаза тағайындамаса да, сотта оны историясында, жаңағы тарихында ол сотталды деген немесе белгілі бір жаман ақтаңдақтар түсіп қалатындығы. Осы мәселелердің барлығын қарастыруымыз керек сияқты. Сонда заңи тұрғыдан адамдарға түйсік ретінде мотивация беретін болса, қорқыныш арқылы бізде белгілі тарапта жаяу жүргіншілер мәдениеті қалыптасады. Ал адамдарға түсіндірудің, адамдарға бір нәрсені жеткізудің екі жолы бар. Ол қорқыту арқылы, бағана сіз айтқан, немесе түсіндіру арқылы. Меніңше біз түсіндіріп шаршадық. Сосын мынандай тағы да ұсыныс айтқым келеді. Дәл зебраның үстіне жарықтандырылған майда сары түсті шамдарды орнату. Яғни оның үстіне машина өте береді, бірақ ол жерде адам келе жатқандығын немесе дәл сол жерде жаяу өткінші бар екендігін сигнал беріп тұратын сондай жарықтарды көбірек орнатсаңыздар деген сұраныс адам көп өтетін өткелдерде. Менде тағы бір сауал бар. Жалпы қала орталығынан бөлек, мынау бірінші Алматы, Ақсай, Шамаудандары, Наурызбай аудандарында жалпы жаяу жүргіншілерге арналған көшелер дейміз ғой, жаңағы Панфилов көшесі сияқты. Сондайлар салынуы мүмкін бе болашақта? Нағыз Панфиловтың аналогымен салынады деп айта алмаймын, бірақ жалпы жаңағы айтып кетті ғой, ғимарат пен жолдың аралығындағы қайта жаяу жүргіншілердің жүретін жолдардың бәрі басқа аудандарда да, төменгі аудандарда да қарастырылатын болады. Жақсы. Құрметті сарапшылар, Еркебұлан мырза және Бекмұрат мырза, келіп ой бөліскендеріңізге және пікір сайыстырғандарыңызға көп-көп рахмет. Құрметті көрермен, ал сіздердің пікіріңіз қандай? Алматы қаласындағы жаяу жүргіншілер жолын қайта жаңғырту көңіліңізден шыға ма? Осы сауалға байланысты өздеріңіздің дауыстарыңызды берулеріңізге болады және экранның төменгі жағында коммент қалдырыңыздар. Сіздерге көп-көп рахмет, сіздеріңізге табыс тілейміз. Аман болыңыздар. Амандықпен қауышайық. Сау болыңыздар.